Skylab ғарыш станциясы орбитадан шықты. Қайта кіру кезінде қоқыстардың көп бөлігі өртеніп кетті, бірақ кейбіреулері жерге құлады. NASA олардың әрбір фрагментті қалпына келтіргенін айтты, бірақ олар қателесті. 2007 жылы Батыс Австралияда Эносқұмды даудың ортасында жанармай құю станциясына велосипедпен барып, қазіргі уақытта Италияда жүрген биохимик Мартинсті шақырды. Энос шарасыздықтан NASA-ның бірнеше қызметкерімен сөйлесуге тырысқанын, бірақ бәрі оны елемейтінін түсіндіреді. Ол оған 18 жыл бұрын Австралияда апатқа ұшыраған Skylab су қоймасынан бірдеңе шығып кеткендіктен жергілікті тұрғындар өліп жатқанын айтады. Мартинс толығырақ білуге тырысады, бірақ дауыл күшейіп, қоңырау соғылады. 27 сағаттан кейін Мартинс сол жанармай құю станциясына келіп, әскери қауіп қатерді азайту агенттігінде немесе Трада жұмыс істейтін майор Роберт пен лейтенант Тринимен кездеседі. Мартинс оларға резервуардың бір түрден екінші түрге бейімделе алатын паразиттік саңырауқұлақтары бар спутникке жіберілгенін айтады. Алайда, ол дәл қазір контейнерден шыққан саңырауқұлақ деп ойламайды. Ол Эноның телефон қоңырауынан кейін бұл аймақта ешкім болмағанын, бұл бәрінің өлгенін білдіретінін атап өтті. Мартинс өлімге әкелетін аллергендерге қарсы дәрі қабылдағаннан кейін үшеуі де қорғаныс костюмдерін киіп, қауіпсіздік камералары қосулы аймақты іздей бастады. Трини NASA неліктен қауіпті ағзаны ғарышқа жібергеніне таңғалды. Сондықтан Мартинс астронавтарға арналған саңырауқұлаққа қарсы дәрі жасағысы келетінін түсіндіреді. Топтың есебінде 14 үй мен 12 көлік бар, бірақ бірде-бір адам жоқ. Ақырында олар су қоймасын тауып алады. Ал Мартинс жергілікті тұрғындардың оны картоп пен ыдыс жууға арналған сабыннан жасалған халықтық ерітіндімен тазалауға тырысқанын байқайды. Ол Skylab мұражайы деп аталатын ғимаратта орналасқан. Онда құлаған спутник туралы көптеген ескі газет мақалалары сақталған. Үлкейткіш әйнекті пайдаланып, Мартинс микрожарықтарды тауып, картоп қоспасының резервуарға ағып кеткенін түсінеді. Сондықтан ол саңырауқұлақты тамақтандырды. Егер сіз аздап су қоссаңыз, ол оңай көбейеді. Жарықтардың бірінде Мартинс жасылдақты байқайды. Ол Роберттен жақынырақ қарап, жасыл саңырауқұлақтың өсіп, мутацияға ұшырағанына көз жеткізгенше оны ұстап тұруын сұрайды. Кенеттен саңырауқұлақ қозғалып, өкпелейді. Сондықтан Мартинс қорқып артқа шегінеді. Осы кезде Трини мәйітті тапқанын хабарлайды. Ал Мартинс оның етігінде қандай да бір саңырауқұлақ бар екенін байқамай, оның жанына барады. Ол табаны жеп, қорғаныш костюміне еніп кетеді. Төбесінен кеудесі жайылған мәйіт табылды. Барлық бас сүйек тақталары да жарылған. Роберт жан-жағына қараса, жергілікті тұрғындардың барлығы бірдей жарақаттармен қала төбесінде өлгенін көреді. Мартин саңырауқұлақтар олардың шатырларға көтерілуіне және олардың көбеюі мен таралуы үшін жарылуын күтуіне себеп болды деп болжайды. Кенет өлген адамның басы жарылып, саңырауқұлақтардың бәрі ішке кіріп кетті. Содан кейін Мартин сүлгіні алу үшін резервуарға қайта оралып, қайта енгеннен кейін қабыққа спора тәрізді нәрсе еніп кеткен болуы керек. Бұл жаңа түрдің пайда болуын білдіреді. Үлгі жиналғаннан кейін топ жұмысқа кіріседі. Саңырауқұлақ Мартиннің денесіне енген кезде, ол костюмінің ішінен ыстық және күйдірілген тостардың иісін сезе бастайды. Көп ұзамай оның басы айналып, жүруін қиындатып, жасыл саңырауқұлақты дулығасына лақтырып жібереді. Содан кейін саңырауқұлақ оның миын ұстап алып, таралу сөзін қайталайды. Мартинс көлікке мінуге асығады, ал Трини мылтығын суырып алады. Бірақ Мартинс олардың қасына келгенде, Роберт оны итеріп жібереді. Көлік оның үстінен өтіп, арқасын жарақаттады. Сондықтан ол қозғала алмайды. Мартинс тапаншаны ұрламақ болғанда, Трини онымен күреседі, бірақ нәтиже болмады. Қолында мылтық ұстаған Мартинс агенттерден алыстап, не істегенін түсініп, бір сәтке есін жиды. Мартинс ауа түтігін костюмінен ажыратып, тесікке атып, саңырауқұлақтың таралуын тоқтату үшін өзін-өзі алып тастауды шешті. Бірнеше сағаттан кейін қалаға үлгіні алу үшін әскер келеді. Олар кеткеннен кейін бүкіл қала жарылып кетеді. Содан кейін үлгі Канзастағы қорғалатын нысанға жеткізіліп, тоңазытқышта қалдырылады. Жылдар өткен сайын нысан қараусыз қалады немесе көп күтімсіз жалға беріледі. Бұл нысан 2026 жылы қойма компаниясының үйі болады. Бір күні таңертең Травис жұмысқа келеді. Оны менеджер Гриффин қуып жетеді. Ол оның ғимаратты тонау жоспарына көмектесуін қалайды. Травис бас тартады. Сондықтан Гриффин оны Травис кем дегенде бандасының есігін ашуға келіскенше қорқытады. Кешке қарай Мери бөлімшесін көруге келеді. Травис мейірімді және онымен сөйлесуге тырысады, бірақ ол асығады. Оны лифтке дейін шығарып салғаннан кейін ол дыбыстық сигналды естиді, бірақ бұл бос сөз деп ойлайды. Қоймада Мери мылтықты жүксалғыштан алып, мерейтойымен құттықтау үшін қайтыс болған күйеуінің суретін қарайды. Ол өзін өзі алып тастау үшін мылтықты көтереді, бірақ ол мұны істей алмайды. Сондықтан ол алдымен ұйықтауды шешеді. Содан кейін Травис тағы да дыбыстық сигнал естіп, жаңа әріптесі Наумиге домофон арқылы қоңырау шалады. Ол фойеге шығады, бірақ шу естімейді. Олар өздерін таныстырып, қол алысып амандасып жатқанда, ол оның татуировкасын байқайды. Осы кезде Наумидің телефоны шырылдайды. Олар телефонды қояр алдында тез ұрысып қалады. Сонда ол да дыбыстық сигнал естиді. Солтүстік Каролинада Роберта үкіметтің қоңырауынан оянды. Әйелін бәрі жақсы деп сендіргеннен кейін ол сейфті ашып, ескі спутниктік телефонын алып, ескі базасына қоңырау шалды. Абигейл оларға пайдаланудан шығарылған нысанда температураның көтерілгені туралы хабарлама келгенін түсіндіреді. Роберт қатты ашуланды, өйткені ол басшыларына ауа райы жағдайлары қойманың жұмысына әсер етуі мүмкін екенін бірнеше рет ескертуге тырысты, бірақ оны ешкім тыңдамады. Ол қазір зейнеткерлікке шыққандықтан, оған құрал-жабдықтар мен рұқсат қажет болады. Абигейл бұл өтінішті қанағаттандырудан тартынды. Сондықтан Роберт оған жазықсыз адамдарға шынымен көмектесу үшін жеке өмірін құрбан еткен дәл осы жағдай екенін айтты. Ауруханада жатқан кезде Травис пен Наоми шудың қабырғадан шығып жатқанын түсінеді. Наомиге қайта
қайта қоңырау шалғанда, ол оны елемей, оның баласының әкесі екенін түсіндіреді. Содан кейін ол шудың көзін табу үшін қабырғаны бұзғысы келетінін айтады. Бірақ Травис жұмысынан айырылғысы келмегендіктен бас тартады. Наоми оның татуировкасы түрмеде екенін және оның шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғанын болжайды. Сондықтан ол келіскенше жалбарынады. Травис бірнеше құрал-саймандарды әкеліп, қабырғаға тесік жасады. Оның артында үлкен компьютері бар бөлме болды. Ол жақынырақ қарау үшін ішке кірді, бірақ Наоми бұл температураны басқаратын басқару панелі екенін түсінді. Ол қабырғаның тағы бір бөлігін қиратқаннан кейін, ол бөлмедегі Трависке қосылды және ол оған бұл ғимарат бұрын әскери қойма болғанын айтты. Қабырғада карта ілулі тұр. Ал Наоми оның төменгі деңгейлері бар екенін байқаған кезде суретке түседі. Ол оларды көргісі келеді, бірақ Травис көргісі келмейді. Сондықтан ол қайтадан қайыр сұрай бастайды. Травис ақырында шыдай алмай, өмір бойы басқа адамдармен оңай араласып кеткенін, соның салдарынан түрмеде отырғанын айтады. Наоми өзінің ұятсыздығы үшін кешірім сұрайды. Ал Травис, ол оның онымен немесе онсыз тергеу жүргізетінін түсінеді. Сондықтан онымен бірге жүруге келіседі. Екеуі лифтпен бірге көтеріліп, карта бойынша тазалаушының қоймасынан есікті табады. Ол жабық сияқты, бірақ жылдам соққы оны ашады және олар басқа құпия бөлмені табады. Олар ішке кірген кезде 1 секундқа дабыл қағылады. Олар жан-жағына қарап, 70-ші жылдардағы көптеген жабдықтарды, соның ішінде қорғаныс костюмдерін байқайды. Дәліздің соңында олар төменгі деңгейлерге апаратын баспалдақтарды табады. Ішке қарасаңыз, оның шамамен 500 фут екенін түсінесіз. Сондықтан Наоми Трависті бірінші болып жүруге мәжбүр етеді. Төменгі деңгейлерде екеуі тек тыра арқылы кіруге болады деген есікті табады. Олар тыра дегеннің не екенін білмегендіктен бәрібір есікті ашады. Екінші жағында ауа өткізбейтін камера және мұзды суы бар үлкен құбыр бар. Бұрышта саңырауқұлақтармен жабылған егеуқұйрықтар бар. Олар қозғалу қиынға соғады. Өйткені олардың барлық құйрықтары түйінге байланған. Олардың кейбіреулері тіпті бір-бірін жейді. Травис шабуылдаушы егеуқұйрықтан алыстап бара жатқанда, Наоми камераның есігіндегі терезеге қарап, саңырауқұлақтардың бүкіл бөлмеге, әр қабырғаға таралып жатқанын көреді. Есікте де саңырауқұлақ бар. Бірақ ол оны ұстағалы жатқанда, Травис оны тоқтатады. Наоми есіктің ыстық екенін айтқаннан кейін, ерлі-зайыптылар кетуге келіседі. Көшеде Майк көлігін қойып, шарасыздықтан рөлге соғылады. Содан кейін ол Наомиге қоңырау шалып, оның балаларының әкесі екенін айтпас бұрын мылтығына қарайды. Ол телефонды көтермейді. Сондықтан ол оның қоңырауларына жауап бермегеніне шағымданып, қиындыққа тап болғанын түсіндіретін дауыстық хабарлама қалдырады. Жүк салғыштан шыққан шуды естіген Майк тексеруге барады да, есіктің қозғалғанын естігенде шошып кетеді. Жүк салғышты ашқанда, ол өлді деп ойлаған мысықтың шын мәнінде тірі екенін көреді. Майк оны атып өлтіргені үшін кешірім сұрайды, бірақ мысық бұрылып, саңырауқұлақтың кесірінен бетінің жартысы жоғалып кеткенін көреді. Ол Майкты ысқырып, саңырауқұлақты жерге қысу үшін жүк салғыштан секіреді. Содан кейін мысық шатырға көтеріліп, антеннаға көтеріледі. Сонда ол өзін-өзі жойып жібереді. Антенна оның басын тесіп өткеннен кейін бүкіл денесі жарылып, ластанған қан Майкпен жақын маңдағы бірнеше бұғыға түседі. Саңырауқұлақ бірден Майктың миына еніп, оның есінен танып, бірнеше минут бойы құсуына себеп болады. Содан кейін ол оған көбірек адамдарды табуды бұйырады. Ал Майк мұның қалыпты жағдай екенін түсінеді. Наоми мылтығын алып, ол ғимаратқа кіреді. Оның артынан ауру бұғы келеді. Тыра ұшағында Роберт Мартиннің өлімі туралы бейнежазбаны көріп отыр. Осы кезде оған Уэсли қоңырау шалды. Ол олардың бөлімшесінің жаңа жетекшісі болды. Уэсли Робертті жабық іске әуестеніп кетті деп ойлайды және дәл қазір бұл жай ғана ақаулық болуы мүмкін нәрсеге шамадан тыс әрекет етуде. Олар телефонды қояр алдында біраз дауласып қалды. Содан кейін Абигейл Робертке телефон соғып, оның Австралиядағы оқиға туралы есебін оқығанын, сондықтан ол оның жағында екенін түсіндіреді. Роберт оған тренеге 7 тармаққа сілтеме жасап, оның желісі қауіпсіз емес екенін түсіндіретін хабарлама береді. Сондықтан ол әрқашан өзі қоңырау шалуға мәжбүр болады. Уэсли Абигейлдің жеке телефонында сөйлесіп тұрғанын көргенде, ол жігітімен жүктіліктен қорқу туралы сөйлесіп жатқандай кейіп танытады. Оның арқасы мекемеде екеуі аббревиатураны интернеттен іздейді және бұл қорғаныс қаупін азайту агенттігінің нені білдіретінін біледі. Олар сыпырушының қоймасынан шығып бара жатқанда, лифтпен көтеріліп бара жатқан бұғыны көріп шошып кетеді. Травис мұның қалай болғанын білгісі келеді. Сондықтан егжей-тегжейлер өткен шақтарда пайда болады. Бірнеше жыл бұрын саңырауқұлақтар жасырынған жерінен шығып, есіктегі тесіктен өтіп кеткен. Бірнеше сағат бұрын тарақан саңырауқұлақты жеп, оны да жұқтырған. Егеуқұйрық оны ұстамақ болды. Саңырауқұлақ оның мұрнына да жабысып қалды. Тарақан желдеткіш саңлауға шығып, бірнеше минут бұрын сыртқа шығып кетті. Оны Майктың көлігі басып қалды. Саңырауқұлақ дөңгелектерін көтеріп, өлі мысықты тірілту үшін жүк салғышқа кіріп кетті. Травис пен Наоми вестибюльге қайта жүгіріп шығып, лифттен шығып бара жатқан бұғыны көрді. Оларды көргенде артынан жүгірді. Наоми бұғы жарылғанға дейін Трависті жолдан сүйреп апарды. Мүйіздер ұшып, қабырғаға жабысып қалды. Содан кейін Майк та лифттен түсіп, Наоми қатты жақсы көретін ата-анасының мысығын атып тастағанын мойындады. Ол мылтықты суырып алып, осы жұпқа айқайлап, аузын ашуды өтінді. Өйткені ол қазір құсып жатыр. Майк оқ жаудырған кезде Травис пен Наоми қашып кетеді. Ал Мери мылтықтан оянады. Майктың оларды қуып келе жатқанын естіген ерлі-зайыптылар кездейсоқ қоймаға тығылу үшін қашып кетеді. Өкінішке орай, есік кептеліп қалды және олар оны толығымен жаба алмайды. Майк оларды байқамай дәлізден өтіп бара жатыр. Бірақ оның артындағы еденге бір зат түсіп кетті. Травис оны тез арада бөлімшеге апарады. Ал Майк ештеңе көрмей кетіп қалады. Ерлі-зайыптылар өздерінің аман есен жүргендеріне қуанады. Бірақ Травис шегініп бара жатқанда, ол кездейсоқ заттардың үйіндісіне соғылып, көп шу шығарады. Көп ұзамай Майк қайтып келіп, құрылғының ішіне кіруге тырысады. Осылайша дуэт есікті төмен түсіріп, ақыры оны жабу үшін бірге жұмыс істейді. Майк қансырап жатқан қолын суырып алуы керек.
оның үстінде қазір бірнеше саусақтары сынған. Содан кейін Наоми интернеттен көмек сұрай алатын нөмірді іздейді. Әуежайда Робертті Трини қарсы алады. Ол оған қылмыс болған жерге барар алдында 7-ші затты алу үшін тоқтау керек екенін айтады. Осы кезде Абигейл Робертке қоңырау шалып, оның екінші жағында мекеменің азаматтық қызметкері бар екенін айтады. Ол екі қоңырауды да қосты. Енді Наоми Робертке Майк есікті қағып жатқанда не болғанын айта алады. Саңырауқұлақтың таралуының жаңа жолдарын тауып жатқанын түсінген Роберт жақын арада ауруханада болатынына уәде беріп, Наомиге нұсқаулар береді. Саңырауқұлаққа ешкім қол тигізбеуі керек. Олар жасырынып қалуы керек және Роберт пен Абигейлден басқа ешкіммен сөйлеспеуі керек. Роберт телефонды қойған соң Трини бұл дуэттің өлуі мүмкін екенін айтты. Травис пен Наоми саңырауқұлақ инфекциясын зомби деп санауға бола ма деп таласып жатқанда, олар сырттағы шуды естиді. Гриффин өз тобымен қойманы тонауға келген екен. Топ ішке кіргенде бұғының денесі мен қабырғадағы тесікті көреді. Сондықтан Гриффин домофонды алып, Трависті бизнесін бұзғаны үшін қорқытады. Осыдан кейін олар бірнеше теледидарды ұрлау үшін қоймаға барады. Осы кезде Роберт пен Трини дуалдың үстіне шығып, үйге кіріп, сандықты ашып, 7-ші затты тауып алады. Шығу жолында олардың жолын қаруы бар үй иесі жауып тастайды. Алайда бұл Тринидің ұлы, сондықтан ол оның назарын бірнеше жылы сөздермен аударады. Ал ерлі зайыптылар көп қиындықсыз үйден шығып кетеді. Көшеде Роберт Триниді азаматтық үйде соншалықты қауіпті нәрсені сақтағаны үшін ұрсады. Бірақ Трини бұл мәселені көрмейді және оны құшақтайды. Ол оны жалғыз қалдыруын өтінеді. Өйткені ол қазір тым баяу және тек жолда болады. Көлік жүргізіп келе жатқанда Роберт Абигейлмен сөйлесіп, егер жаңбыр жауса, саңырауқұлақтар тым тез таралып, оны тоқтатуға болмайтынын айтады. Ол спутниктік барлау жүргізгісі келеді. Өйткені кез келген жұқтырған тіршілік иесінің радарында қалыптан тыс жылу белгілері болады. Абигейл оған қол жеткізу үшін кейбір қызметтерді сұрауға мәжбүр болады. Травис мекемеден кеткісі келеді, бірақ Наоми бұл өте қауіпті дейді. Олар дауласып жатыр. Бұл жолы Травис жеңіске жетті. Сондықтан олар филиалдан кетеді. Дәліздерді аралап жүріп, олар Майктың жағдайының нашарлап бара жатқанын көреді. Көп ұзамай Майк қарақшылардың жартысын басқа бөлімшеден тауып алып, оларды жұқтыру үшін беттеріне саңырауқұлақ шашады. Содан кейін ол саңырауқұлақтар басып алғанша оларды қақпанға түсіру үшін есікті жауып тастайды. Осыдан кейін Майк Травис пен Наомиді көріп, оларды қуа бастайды. Ол оларға жете жаздаған кезде Мери оның басынан атып, денесі дәлізге шашырап кетті. Мери лифтпен көтерілгісі келеді, бірақ Травис Гриффиннің келе жатқанын естіп, оның орнына оны баспалдаққа апарады. Мери кетер алдында оған мылтық береді. Гриффин мен Фридман мылтықты лақтырып жіберген Трависті іздеуге шығады. Сыртта қалған ұрылар күтуден жалығып, өздері түсіріп алған бірнеше теледидарды алып кетіп қалды. Травис ер адамдармен бетпе-бет келіп, оларға Майктың денесінен алыстауын айтады. Жабық бөлімде жұқтырған ұрылар есінен танып, есікті қаға бастайды. Травис олардың қатты ауырып жатқанын түсіндіруге тырысады. Бірақ Гриффин бәрібір оның есікті ашқанын қалайды. Ол Трависке қоқан лоққы жасамақ болғанда, ол қанға тайып кетіп, кездейсоқ тапаншасын атып, оның қолынан жарақат алды. Жарақат алған Травис блокқа ақырын жақындап келеді, бірақ оны ашудың орнына есікті құлыптайды. Гриффин әрекет ете алмай тұрып, Наоми оны сөндіргішпен суарады. Дәлізді тұманға толтырғаннан кейін Травис екеуі қашып үлгереді. Фридман Гриффиннің қабілетсіздігінен шаршап, онымен мылтық үшін күреседі. Сондықтан Гриффин оны жұдырығымен ұрады. Содан кейін ол бөлімшедегі ұрыларға оның кілті бар екенін және оны қайтару үшін есікті жеткілікті түрде көтеретінін айтады. Гриффин есікті ашқанда достарының қандай қорқынышты күйде екенін көріп шошып кетеді. Фридман шошып кетіп, қанға тайып, саңырауқұлаққа түсіп, оны да жұқтырады. Үй ішінде ұры өзін жақсы сезінбейтінін айтып, жарылып кетеді. Бұл жұп ғимараттан шығып бара жатқанда, ақыры Робертпен кездеседі. Абигейл екеуінің де денсаулығы жақсы екенін растағаннан кейін, Роберт оларға қару, жарақ пен қорғаныс костюмдерін береді. Ол олардың үйге оралып, бомба болып шыққан 7 затты орнатқанын қалайды. Травис адамдарды өлтіру идеясымен есінен танып қалады. Бірақ Роберт оны жарылыстың жер астында локализацияланатынына сендіреді және бұл әлемді жарылыстан құтқарудың жалғыз жолы саңырауқұлақ екенін көрсетеді. Роберт қашып кетуге әрекеттенген кез келген жұқтырған тіршілік иесін тоқтату үшін автотұрақта қалады. Қорғаныс костюмдерін киген соң, екеуі бомбаны алып, ішке қарай бет алады. Содан кейін Роберт автотұрақтағы әрбір көліктің дөңгелектерін кесіп тастай бастайды. Сондықтан оларды ешкім қашып құтыла алмайды. Абигейл оған Фридманның артында пайда болғанға дейін оған жылы біреу келе жатқанын айтады. Роберт оны бірнеше оқпен тез өлтіреді, бірақ күрт бұрылу оның арқасына зиян тигізеді және ол құлап кетеді. Фридман жарылғаннан кейін Роберт барлық мотоциклдерді атып, кішкене өрт шығарады. Баспалдақта жарылыс Гриффиннің жұқтырған достарын мылтықпен бақылауда ұстауға тырысып жатқанын естиді. Алайда олардың бірі артқа қарай жүгіреді. Осы уақытта Травис пен Наоми бөлмеге жетіп, саңырауқұлақтың қазір көрші бөлмеде екенін анықтады. Сондықтан оларда бар. Оны құбырға жеткенше тоқтату үшін олар бомбаны тастаған кезде Роберттің оны ұшырып жібергенін көріп, шошып кетеді. Сондықтан оны тоқтатуға небәрі 6 минут уақыт бар. Қашып кет. Олар мүмкіндігінше жылдам жүгіре бастағанда, кері санақ бұзылып, минуттар жылдамырақ өтеді. Сыртта Роберт Фридманның денесіндегі саңырауқұлақтың өзіне жақындап келе жатқанын байқайды. Дәл осы кезде Гриффин жұқтырған қарақшыны есікке қарай итеріп жібереді. Ал Роберт оны бірден атып тастайды. Ол сондай-ақ ішке жасырынуға асыққан Гриффинді де атуға тырысады. Осы кезде жұқтырған қарақшының денесі отырып, сөйлей бастайды. Сондықтан шошып кеткен Гриффин сыртқа шықпас бұрын оны атып тастайды. Гриффин Робертті атып тастағалы жатқанда Трини пайда болып, алдымен оны өлтіреді. Осы уақытта Наоми мен Травис олардың жолын соңғы жұқтырған Роберт бөгеп тұрғанын анықтады. Наоми оны атып тастаудан тартынбады және дуэт ақыры ғимараттан шығып үлгерді. Трини мылтығын көтерді, бірақ Роберт оны бәрі таза деп сендірді. Топ Роберттің қозғалуына көмектеседі және олар мүмкіндігінше тезірек кету үшін көлікке отырады. Содан кейін бомба ақыры жарылып, оның күшті болғаны сонша, ол аумақты қиратады. Наоми құлаған қоқыстардан жалтарып, құлап жатқан жердің алдында қалып,
көлігінен қолынан келгеннің бәрін сығып алады. Бірнеше секундтан кейін жарылыс ақыры таралуын тоқтатады және топ аман-есен құтқарылады. Базада Абигейл бұдан былай радарда қызыл түсті көрмейді. Ал дабыл ядролық оқиға туралы хабарлайды. Келесі күні Уэсли жаңалықтарда пайда болды және барлық тілшілер оны саңырауқұлаққа мән бермегені үшін ұрсады. Абигейл Робертке ауруханаға барады және оған Траға не үшін қосылғанын еске салғаны үшін алғыс айтады. Саябақта Наоми Трависті қыздарымен таныстырады. Осы уақытта орманда бұғы саңырауқұлақты лақтырып жатыр. Осындай бейнелерді көбірек көру үшін міндетті түрде жазылыңыз және хабарландыруларды қосыңыз. Қарағаныңызға рахмет.